Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, бауырлар. Мен бүгін сіздерді біздің отандық компанияның, Күншуағы компаниясының мықты керемет өнімі, сұлы өніммен таныстырғым келіп отыр. Ең алдымен сіздердің менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсеткендеріңізді сұраймын. Өйткені мен болашақта өте мықты, қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Біздің айналамызда біздің өнімдерден алған адамдардың нәтижелері өте көп. Сондықтан да ұмытпай маған тіркеліп кетіңіздер менің каналыма. Енді біздің Sunlight Corporate Күннің Шуағы компаниясында осындай керемет, мықты, өте сапасы жоғары сұлы өніміміз бар да. Қазақ тағамтану академиясы, өсімдік және егін шаруашылығы институттары бірігіп, қазіргі таңда адамның ағзасында жеңіл, оңай қорытылатын сұлының элиталы сортын өсіріп, Energy Watts деген сериямен бізге осындай мықты сұлы өнімін ұсынып жатыр да. Біз өте ризамыз ғалымдарымызға. Бұрын ертеде біздің ата-бабаларымыз бойлар ісіп кеткен кезде осы сұлыны қайнатып ішетін болғанда, және де біздің аталарымыз бәйгеге қосатын жылқы малына сұлыны шелектеп бермеген, уыстап қана бергенде, сол сұлыны жеген жылқы малы әрқашанда энергиясы мықты, күштері мықты болатын болған. Олар салмақ жинамаған, керісінше күш қуаттары артып, денесі жиырылып, терісі жылтырап, жер тепкілеп тұратын болған, яғни бас бәйгені алып келетін болған. Біздің аталарымыз бәйгеге қосатын жылқы малдарын осы сұлымен баптағанда, енді қазіргі таңда біздің ғалымдарымыз бізге осындай мықты өнімдерді ұсынып жатыр да. Бұл сұлы өнімі дәрумендердің, сонымен қатар микро және макро элементтердің қайнар көзі болып табылатын бірегей өнім. Құрамындағы пайдалы қосылғыштардың мөлшері басқа дәнді дақылдарға қарағанда біршама жоғары болып табылады, және биологиялық белсенділігі де жоғары екендігін басып айтып кету керекпіз. Сонымен қатар сұлының құрамында қан құрамындағы ақ уыздың жартысын құрайтын, ағзаның иммундық қасиеттеріне жауап беретін темір және де басқа элементтердің тасымалдануына қатысатын глобулин бар жалғыз дәнді дақыл болып табылады. Біздер және де бұл сұлының құрамында адамға ауадан кейінгі екінші қажет макроэлемент кремнийге өте бай екен. Кремнийді біздер қолымызға ұстап, айналамыздағы адамдарға көрсете алмайды екенбіз. Кремний жер қыртысында өсетін дәнді дақылдардың бойында болады екен. Сол дәнді дақылдардың ішіндегі ең бойына тез жылдам сіңіріп алатын осы сұлы өнімі екен. Бұл егерде адамның бойында кремний жетіспейтін болса, зат алмасу процесі ретке келмейді екен. Біздер байқаймыз да, қазіргі кезде айналамызда, қоғамда өте толық адамдар да көп, өте арық адамдар да көп та. Яғни адамның бойындағы зат алмасу процесі дұрыс емес дегенді білдіреді. Біздің сұлылардың құрамында осы адамның бойындағы зат алмасу процесін реттейтін кремнийге өте бай. Кремнийдің жетіспегендігін біздер қайдан байқаймыз? Адамның организмі тез шаршайтын болады. Адамдардың шаштары тараса да, жуса да, уыс болып түсе береді да. Бұрын менің өзім солай едім. Шашымды жусам да, тарасам да, кәдімгі бетіп уыстап шашты жинап жүретін едім. Жатқан жерімде де шашым шашырып жүретін еді. Ал қазіргі таңда, Аллаға шүкір, осы өнімдерді пайдаланып отырғаныма енді 2 жылдан асып бара жатыр. Нәтижем өте жоғары. Әрқашанда көтеріңкі көңіл күйде жүремін, шаршамаймын. Осы біздің керемет өнімдеріміздің арқасы әрине. Енді қазір ораза айы, сол ораза айында да біздің отбасымызбен сәреміз, біздің столымызда, дастарханымызда осы біздің сұлы өнімдеріміз тұрады. Біздер шай ішіп, жаңағы өзге тамақтарды жемейміз. Осы сұлымызбен, коктейлімізбен және саумал перфекті өнімдеріміз біздің таңғы сәресімізді. Сондықтан да біздер әрқашанда барлық адамдарға біздің осы мақтаныш өнімдерімізді ерекше мақтанышпен, ерекше сенімділікпен,
сол қуанып, жүрегіміз лүпілдеп, әрқашанда шынайы ақпаратты беруге біз әрқайсыларыңызға асығамыз. Мінекей, осындай керемет сұлу өнімі қазіргі таңда баршаңызға қол жетімді. Пайдаланыңыздар. Енді бұл сұлыны ішкен кезде алдымен біздің бауырымыз тазарынады. Адамның бауыры тазарды деген сөз, адамның қаны тазарды деген сөз. Ал адамның қаны тазарды, яғни адамның организмі жаңарады, клеткалары жасарады, адамның өмір жасы ұзарып, адамның өмірінің сапасы ерекше өзгеріске түседі деген сөз. Мінекей, пайдаланыңыздар. Өте тамаша сапалы өнім қазіргі таңда баршаңызға қол жетімді. Көп рахмет тыңдағандарыңызға.